Хеллоуин мерекесінің түпкі мағынасын, мәнін түсінбей еліктеп тойлап жүрген ел тұрғындарына мұсылман жанның неліктен бұл мерекені тойлауына болмайтынын түсіндіріп берсек. Хеллоуин мұсылмандардың емес, пұтқа табынушылардың әруақтарды шақыратын мерекесі. Мұсылмандар өлгендеріне құрмет көрсетеді, артынан жаман сөз айтпайды, Құран оқиды. Ал бұл мереке өлі аруақтарды қорлап, оларды шақырып, мазаққа айналдырады. Дінімізде ақыл есі бітін адамдардың өзін жындыдай ұстауы дұрыс емес. Хеллоуин болса, жын шайтандардың, мыстандардың мерекесі іспетті. Сансыз асқабақ пен костюмдерге, бояуларға ақша жұмсау ысырапшылдық. Бұл мерекеден мұсылмандар тұрмақ, дінімізге қайшы келеді деп көптеген христиандар да бас тартқан. Маңызы бар мерекелерді ғана мойындаймыз. Мерекелер тек қана шапалақтап, ақылсыз болып қалады. Исламда біздің мерекелеріміз өздерінің діни маңызын сақтайды, ал қуанышты, көңілді және ойын-сауыққа мүмкіндік береді. Құраннан басшылық бұл жерде. Құран былай дейді: оларға, Алла түсірген нәрсеге келіңдер, пайғамбарға келіңдер, дейді. Олар, бізді ата-бабаларымыздан табатын жолдар жеткілікті дейді. Ата-бабалары білімі мен басшылығынан айырылса да не? Құран 5:104 мүміндер үшін Алланы зікір еткен және олар үшін ашылған ақиқаттың барлығына кішіпейіл болулар үшін уақыт келді емес пе? Деп алдын ала берілген кітаптар сияқты болмауы керек. Оларға ұзақ ғасырлар өтті, олардың жүректері ауыр болды, олардың көпшілігі бүлікшіл қылмыскерлер еді.